ташқора шығардылар. Біздің койымызны уже жағалар. Сон башладылар машиналарға жүклемеге, поездларға лықма итеп жіберелер қалқын бір-бірсіне итеп. Вагон толы, отырма ер жоқ, полкада отырасың. Екінші этажда айван ташыған вагонлар екен. Туалеті жоқ, башқасы жоқ. Бір шей алғызмады. Сірді шығарды. Чыр-чыплақ қалды. Бала чаға. Пек қиыншылықман кеттік. Өтмек деген шей көрмедік. Анам қарап, өстірді дегеннен өстір алмады, так детдомға берді. Но детдомда ашымыздан өлмедік. Азғана болса да ашатма береді. Ұйықсызлығын Аллам көрсетмесін енді. Аллам яқшылық берсін. Біз инкіндер көрмесін балаларым. Аллам саулық берсін, аманлық берсін қозым. Тынч яшамақ қызмет етсін. Бүгін Тақдир жоллары программасы Днепр шеріне барып шықты, да 4 ел евелсі біз епіміз бұл шеріні Днепропетровск оларақ біле едік. Ама 2016 сенесі Украина девлетінде декоммунизация канунлары қабыл етілді ве база шерлерінің адлары денішті. Днепропетровск есе Днепр олды. Бұл шерде 85 яшындаки біздің битамыз Ресмие Абдулаева яшай ве бүгін біз ода мұсафірлікте бұлынажамыз, келіңіз оны Тақдир жолларыны білейік. Селам алейкум, Ресмие бита. Алейкум селам. Чоқ мемнуным Тақдир жоллары программасында сізнен конышмаға. Ве әркезге бірінші берген суалым, біздің Қырым татар халқымызның тамырлары Қырымдан. Сіз Қырымдан не ерденсіз, қайсы сенесі доғдыңыз не ерді? Мен Ташқора көйіне туылдым. Қарасу районы. 35-ші жыл. 15-ші февраль. Хорантанызда қаш бала еді? Хорантамызда шыққанда Қырымдан 4 бала едік. Біріншісі Өзбекстанда. Қырымда кішкене едік, балалармен ойнап жүр едік, бүтін. Анам түтін арзы немеде çalışaydı. Түтін заводта тігілу. Просто балапан комната алай апақайлар отырайды янында. Алай тізлеп, түз етіп демек дейділер. Түтін демеклі еділер. Ақайлар шындай вагонлары жіп тізлер. Түз төбеден тіп кетсе, оны итеп, жауын жауажақ болса, ішке ала еділер. Ауасы яқшы болса, тұшқа шығара еділер. Апайлар только үйде демеклеп отыра еділер. Қырымда олғанда сүргінліктен евел насыл хатыраларыңыз қалды? Не етедіңіз? Насыл яшайыш кечті? Ненен оғрашайды Қырым? Чүнки бұл әпсі мәлуматлар халқымыз үшін мойындыр, чүнки бұл біздің тарихымыз. Тиранчық бабамы білемен, что бір-ек кішілер тұрайды, анамман сон ана бош кемес Абдулла қайд еділер, абыла еді бабамады. Бош кемес ағач алып кемесе, бір балабан ағачын жүклеп келеді, тау кестірелер. Онда қиыш сойын алма мүлкін екен. Бір ағачын алып келеді. Ағач тапмаса, таш алып келер дейді. Оле лағабы еді демек? Шындай адам яқшы еді.
О, анау қайсы женк болды, вай финский. Анау оғада бабам барған. Ондан келгенде қапы пенжере қағылды. Сон кішкене болсам да барып қапы açtым. Вай, бабам келді дедім. Ана оны мен білемен, что бабам женктен келген, мен қапы açtым. А сон бір зақ ерде таш қорада ояғында буш ер бар екен. Бабам ноқыт егеді. Мен де алып барайды ояққа. Как будто азбарында ер жоқ. Ояққа да ноқыт екен. Мен аңап оламадым. Бабаңыз женкте олмады. О трудармияда едім, яда қайда? Яда Севастопольны хорчалады ақярны. Женк олғанда. Трудармия деп алып кеттілер. Бабамы. Ол еді, одан сон уже бабаңызны көріп оламадыңыз. Кемеді де, неграмотный еді. Бір şey яза алмады да. Тапып оламады. Бекімде келгендік о вақыт, сорап таба алмағандық может деймен. Бет, о вақытлары шындыки кеби интернет оле васталар жоқтыр, жоқ еді. Бет оларға қиын олғандыр өз хоранталарыны тапмаға. Чоқ, бөле хоранталар айырылды, чүнки бірісі бір көйден сүргін етілді, бірісі башқа көйден өледі. Демек, сізінде хорантаныз бұл белаға оғыраған. Таба алмағандық деймен, бабам ташлап кетмезеді оғыдар семьямызда баланы. Қырымда евелсі айтайдылер оле яшайыш еді ки, кілет біле жоқ еді. Сіз оны қатырлайсыз ма? Не жоқ еді? Кілет дегенше адамлар білмейділер. Қырсызлық жоқ еді, не еді? Да, қырсызлығын біз білмейдік. Итіміз жоқ еді. Біріндек күрт көрмедік, чтобы күртлеп қапы тұтмаға. Заборлар жоқ еді. Үнже ағашқылармен тақтада түгіл. Чырпычықлар тізіледі. Белгі қойма, что сен онда яшайсың. Бұл аз бар демек. Да, забор жоқ, қапы жоқ. Бала олғанда қатырлайсыз мы, насыл ойынлар о вақыт ойнайды балалар? Сақланжымақ деділер. Балалар біреу сақланса, сон құтырып жүр едік. Андан-мұндан, ой, сен пиланшы ердесін, көрдім деп барып, түк-түк-түк қапы қаға едік, что белі. Сон башқасын қыдырасын, башқасын тапсан, тада түк-түк-түк. Шайтып ойнап жүр. О вақытлар айтылар бөле лянга деген ойыны бар еді, білесің? Не дайын? Лянга. Лянга. Олан балалар ойнайды. Оғлан балалар ойнайды. Қыз балалар ойнамай оны. Қыз балалар насыл қоқлалар бар еді о вақытта? Насыл ойынлар ойнайдылар? Бір şey көрмедім қозым. Топ-моп көрмедік. Просто сақланжымақ ойнағаның, бұяқ. Сіздің көйіңіз тау янында еді. Тауға бар, тауда нелер өсе еді? Тауға біз... Айталар о вақытлары Қырым тауларында сығынлар бар еді. Тамам ішке кіреді тауын ішіне. Көрме бар еді, четлеуік, бір сой четлеуік қағып неметеді, мына четлеуік терегі деп. Четлеуік. Фундық ма? Фундық. Анасы бар еді. Атшы алма дегеділер. Алма бар еді. Қызылшық бек көп еді. Қызылшық, егерден топлап қызылшық жейсан, қонаға
анам қызылшық немесін жайдыға еді. О қызылшығын ашын шығаға алағы, аш немесін жайдыға алағы. Қағыған сон бүклеп салалар. И чайны ішкенде қошымша береділер ма. Қызылшық татлысы тегеділер да. 44-ші ел біздің шығаға жақта башқа көйге ауыштырдылар. Өзіміздің көйге яқын. О көйін атын Қатарша дедік қозым. Қатарша көйіне көчерген еділер бір вақыт. Арабаға немені сүйірін жегіп, шита шығанларын білемен. Қатарша. Сон бір апақайшық яш баласы бар еді. Оны үйінде баяқшық отырдық. А нечен сізні көчірділер, сіздің көйіңізден башқа көйге білмейсізім? Білмеймен де нечін көчірділер. Сон қайттық да Қатаршадан. Қайдан келесіз деп сұрағанларын білемен. Қатаршадан қайтамыз деді анам. Қатарша. А нечін көчірділер білмеймен. Мына жол шетінде беку яққа қарама деді анам. Нечін шайтайы деп қарама десе мен ең қаз қара едім. Кішілерін аяғы несі көрініп жата еді. Азғана көмгенлері аяқлары көрінеді. Бұл женк вақты? Кімлер ол білмеймен. Шындай аяқларын анам қарама уяққа деп айтқанын білемен. Ақшам ауыштық. Ақшам уже стрелять етелі аталар. Емже бабам шығыны өлдірділерді. Жүгіріп келіп жатты. Анам мені де жықты. Қардашым да оның қатына жатқызды. И башады қырылдама. 5 минутқа бармай жан берді уже. Екінші күні уже кішілер кетечек. Үстіне тобан ташладылар. Емже бабам тышта машиналар беклеп тұра. Бір қызы бар еді, емже бабамы. Сен қал бияқта туғанларын келді деді анам. О қалды, біз жүкленіп кеттік. Біз 41 сенесі сіз 6 яшында олғанда енді женк башлады Қырымда. 44 сенесінде Совет әскерлері Қырымны азат етті немселерден, ама бұл 4 ел девамында Қырымда насыл яшайшы еді немселер олғанда? Мен оларын білмеймен де, немсе ма, оғыз ма, не екенін білмеймен. Біз алнамай едік ол уақытте. Немселер келем, башқасы келемі. Китаптан оқысан соны алнайсын, что немселер де яшаған, неміслер де біздің қуған. 18 майыс 1944 сенесі саба саат 5-те сүргінлік башлады ве 20 майыс саат 16-да бұл операция соңына келді. Статистикаға бақсақ 193.865 инсан сүргін етілді. Оларның 57%-ы сүргінлікте елда, яды бірінші еллары вефат етті. 60.000 Қырым татары 2-ші жан женкінде иштирак етті. Оларның 36%-дан зияде вефат oldu. Эпослері олар өз ватаныны, өз халқыны немсе işgalcilерден хорчалады. Амма бір шеге бақмадан Совет өкіметі бүтін халқымызны туар ташыған вагонларға yüklеп сүргін етті. 44 сенесі Совет өкіметі бүтін халқымызны предательларға қойып сүргін еттілер. О күні 18 майыс сабасы насыл сүргінлік олғанны хатırlайсыз ма?
Не вақыт келділер сіздің қапыңызны, не вақыт қақтылар? Башта қиы башына халқын топлады, қиын қатына топланыңыз деді. Алай халық топланды, и ақшамға Ташқора шығардылар. И біздің койымызны уже жағалар. Анам алай шилерін обалап саған еді тұшқа. Қыраны да бар еді. Барып қыраным алайым деді екінші күні. Уже жанып сөнген алай ши. Чыр-чыплақ қалды бала чаға. Сон башладылар машиналарға жүклемеге. Сабай ерте келділер, сізні сүргін еткенде. Да, ұйықлай едіңіз мұ вақыт? Мен даже білмеймен қашан олар келді. По-моему, күндізі келгендерді қуып шығардылар да. Ұйықлағаным нем білмеймен. Койыңызден сізні қайда алып кеттілер поездларға yüklемеге? Ахмет жетке ме қайда? Ахмет жеткіл, анау немеге, Нижнегородскийге. Демек, койыңызден Ташқорадан анда алып кеттілер ве андан сүргін еттілер? Ондан да поездларға жүкледілер. Поездларға лықма итеп-итеп жіберелер қалқын бір-бірсіне итеп. Вагон толы, отырма ер жоқ. Полкада отырасың. Екінші этажда. Айван ташыған вагонлар екен. Туалеті жоқ, башқасы жоқ. Шындай, даже аш су бергенлерін білмеймен. Наверное, ашлы тоқлы кеттік біз. Өзіңізден шығарғанда, сүргін еткенде, анаңыз не алып болды өзінен? Бір шей алып болды ма евден? Бір шей алғызмады. Сірді шығарды. Поезд қаш күн ақылыңызда барым кеткені? Қаш күн девамында сіз поезда олдыңыз? Наверное, бір айға яқындыр. Бұл епс күнлері не ашадыңыз, не іштіңіз о вагонларда? Аса білмеймен. Наверное, ачлығымда білмеймен, тоқлығымда, ашағанымда білмеймен. Кішілер терен тоқтағанда түшіп бір шиері пішіріп башла еді. Ағач-мағачықлар таплап. Бияқта тада звонок бола, и тада қалқ қазаның-мазаның көтеріп тада шығалар. Анам 4 баламан қайда шығacak, қайтына сатacak. Базылары дейлер поезда тұзлы балық беріп, су бермегенлер. Оле шейлер ақылыңызда барым? Еш, балықта көрмедік, суда көрмедік қыздым. Асылда айталар пек çox адам yolda өлген. Сіздің көзіңізде оле мисаллер бар едім? Вагоныңызда сіздің кім кеткенлерден өлгенлері олды ма? Өлгенін көрмедім. Потому что сұқ кісілер өлген бағым деп сорап кетеділер. Кімам айтмады, что мына өлді деп. Пек қиыншылықман кеттік. Айталар бөле поезд кеткенде өлілеріні поезддан ташлап кетеділер, көмейіп, өлешелер бары ма ақылыңызда? Біздің вагондан ташлағаның білмеймен қойдым. Может, бір четте біз болсақ, башқа яқтан ташласақ, біз қайдан көрейік оны? Ама көп кішілер өлген деп айтылды. Сон сүргін етілген сон қайда түштіңіз, қайда алып кеттілер? Бір койге түштік. Өзбек койне. Өзбекстанға. Насыл кой? Неде? Тағғава койы. Сіз түшкен сон қайда сізні алып кеттілер, қайда қондыңыз? Ана койге түштік білмеймен. Неде алып кеттілер, дүшлеп, ақылында жоқ. И койде де екі хауыз суаға, ондан
Уяқ бияқ бақа боғын жиыштырып, алып, ана ашқаям шыйды, суғаям шыйды, көйде жүгағы птица аша едік, қызмет етсе, өзбеклер жүгағын бек яқшы көреді, өтмек деген шүй көрмедік. Асылда айталар, бұл бірінші жыллары сүргінліктен сон пек çok халқымыз чешет түрлі хасталықлардан анда өлген. Бөле олмайжақ сулар мечбури алда ечіп. Сізде оны көрдіңіз ма? Біздің көйімізге өлмеді ондай сойлағы. Неғадағы яман су ішсекім өлген кіші болмады. Ну, өлмеге яқын алайы балаларын детдомға сдавать етті. Екі бала, үш бала алайы топлап бір ешек арабаға жүкледілер. Бізні қайда ер бош немеге көкант деген ерге алып кеттілер. Жетінші детдомға екеумізін берді. Кәдеммен екеумізін. Башқа ер бош ерлерге башқа балаларын қайда ер бош бошатып кетеділерді. Ресми бита Өзбекистанда бөле сүргінліктен сон айталар пек ачлық еді. Сізде бұл ачлықны дүйдіңіз ма? Ачлығын, конечно, білдік. Ач, тоқ, бірдәне бұғачық. Арыққа түшкен, шығалмаған өлген. Ағамлар көріп оны теран-теран етінден кесіп алып кегенлер. Өлген болғаны? Алған, да, өлген сон. Анам оны пішіреді, қоқы еген. Сон қоңышымыз кіріп кеген. Вай, Атидже деп анамы, үйгіңіз бір яқшы қоқы. Не пішіресіз, я деді. Вай, мүсемма деді. Мен үй алғанымдан сақладым. Өлі бұзауын етінден алып кеген. Алып ке бияққа, ашайық. Бізге ел алу деді. Соны алай ашап, 3 жылы бар еді. Оларынды жіберген сабағачы алайын ашап бітіргенлер бұғачығын мезімен қиығы қаған. Ачлық ондай некен. Бір көйін қалқы ешіткен сон алайы теран-теран алып бітіргенлер бұғачығын. Мен асылда әр вақыт тәжіпленедім, бөле қартларымыз ашқа пек үрмет еті. Әр вақыт бір уфақ столда қалсады, массада қалсады, оны аша бітіріңіз дейлер. Бұл белкеде бұнен бағылыдыр халқымыз, бөле йоқсызлықны көріп, бөле ашқа Аллахны берген бізге неметлеріне өле үрмет етмесі. Бет, яқшық бұтычығым. Последний кружканы ашама керек. Алла берген оны ташлама керек ми. Жолда болсаям алып четке сал, торға яшасын. Только ташлама, басма. Асылда халқымыз өлі ағырлықлар көрді, жен колды, сүргінлік олды, Өзбекистанда сүргін етілді. Бұны епсіні бөлі кечірмек өзінден ве сақ қалмақ халқымызға асылда сізінже не тақат берді? Бұдан епсінден кечмеге. Қиыншылықам көрдік, Аллаға шүкір, бүгінден бүгін алайшымыз бар. Ашаймыз, яшаймыз. Алла берсін, алайына шындай яқшылық. Йоқсызлығын Аллам көрсетмесін енді. Кімерде бұлі тәжіпленесін, яшлар, балачықларымыз шынды оғадар софраларымыз бар, бұны істемейм, дейлер.
Сіз мисал оны көргенде насыл фикірлер ола біз бір парча өтмекке мұқтаж едік те шынды бөле конфет істемейін, бөле конфет істейлер дейлер. Оны шайтып бетмей болмайды қозым. Қозым деймен, сіз жаныңыз ауырмасын, мен балаларыма қозым деп қоямын. Қозы шық. Жен қолғанда бабаныз женікте едім, жебеде едім? Ақиярға үшке деп алып кеттілер бабамы. Демек, о сүргінлік олғанда сіз ненде келеді? Сон Өзбекистанда насыл тапышты хорантаныз? Хорантам сәрсем кемеді бабам. Тапмады сіз, не? Даже қабер етмеділер. Өлді ме, қалды ме? Анам қарап өстірді дегеннен, өстір алмады, так детдомға берді. Детдом 5 жыл қарады мені. Но детдомда ашымыздан өлмедік. Аз ғана болса да ашатма береді, борщ береді. Қауынларын бөліп береділер. Ол қабығында аша едік. Шындай. Оле жоқсызлық вақыт еді. Да, детдом болса да кей ачлық білінеді. Сон балалар бірер жұмарта берсе, аман жуара еділер. Базарчыққа сатмаға біде алып аша еділер. Сон воспитательіміз білген сон шақ алайын. Ұрып береді, чтобы балалар өзі ашасын деп. Асылда сүргін етілгенден сон анда Өзбекистанға келдіңіз. Өзбеклер халқымызға насыл бақты? Чүнки çok böyle malumatlar бар, оле пропаганда үшін оле душман кебі бақа еділер халқымызға. Сізді оны дуйдыңыз ма, жоқым? Оны біз қимадық, потому что бір юваш, бір көйге түштік, зорна теран өзбекчені ална едік. Шыманда қосылып кеттік та оларға. Бекім білмейм, олар ярдым етіп башладылар ма халыққа? Чүнки бір шесіз халық келді, өзбеклерден ярдым олған едім? Жоқ, өзбеклерін өзін ашама зорна яша еділер. Кім ярдым етежек? Ана, бір ағамман анам колхозы немеде çalışа еді. Онда тераншық шорбасын қалдырып ма береділер мен үйде қағаныма. Кәдем бек açlıktан зорны жүреді. Біден мынадайын бөліп, мынау қадар шық біде берелер. О маны яшай жағым. Оның шында детдомға берді да анам. Чареміз болмағаныға. Сон анам көкантқа ауышты деп көйдешіміз бар еді, ақай кіші. О, анама істеді, барайым болмасы деді, көйден құтылмай жағымыз. О да толковый сойтығылыкен бір бала шығы болғанда келе башқасына ала, 5-6 апақа алды. Анам екінші еді, біріншісі өлген, екіншісі мен анам алды. Сон башқа адларын ұнттым. Бек көп апақа алды. Не болса да шықадем сау. Оги бабамдан болса да яшай каменоломнияда. Қырымда? Демек 5 баладан екіңіз қалдыңыз, 5 баладан мен и Шазекие. Мына семейный карточка. Мында кім? Бұл мен, бұл қардашым, бұл анам, бұл жеңгем, бұл ақам,
Анама кішкенесі Өзбекстанда туылғаны. Бұ ақам, бұ оғылы жеңгем. Бұ жеңгем, бұ мен, бұ Америкада. Торныңыз. Бұ мен. Мына. Бұл Өзбекистанда, Аха. Өзбекстан, конечно. Мына. Енді 60 келсін. Бұнда өлген кәдем. Ақадашым, жеңгем, мен, Әлімжан кәдемі. Мынауын ақай. Бақам да өлді, бақам да өлді. Анам да өлді. Детдомда екенде. Детдомда олғаныңызды. Педагогам. Нұрие педагогам. Гала педагогам. О вақытлары бұл yoqsuzlıqtan детдомларда çok бала бар едім. Халқымыздан. Да, қосычығым. 4 отряд 50 бала болса, алаймыз бір детдомда едік. Памықта. Жеңгем қызы мына. Өзбекистанда чоқсы памық жимаға айда еділер мектептен, Бұл өзбеклер провожат еттілер менен немеден. Өзбекистандан? Какантан. Поездға не, поезд жолда шледі ақайы. Апақайман мен çalışа едім. Онда торынлары, бұн торыны. Дайым, мына, 11 баладан бұда өлді, последний. Бұл фотоларда сіз қар түшті ялан аяқ, қар үстінде? И бұнда да. Бұнда 63-70 яшта сіз ялан аяқ қар ұшымайсызым? Жоқ, әселер яшым күні қар жауса қуана едім, соны жібедім қарды. Машалла. Тоже 63-ке қар жауған. 65-те тоже қарды. Мына ерде. Жетміш яшында. Енді Өзбекистанда яшағаныңыз ақында бізге не айта білерсіз? Өзбекстанда яша едік. Қоңышы өзбеклеріміз бек яман еді. Қоңышы, дуал қоңышы. О, бірдәне кәстерін қоңышы барған, оны өлдірмеге. Қоңыш кәстерін өлдірмеген, оны шоферін өлдірген. Ал шоферінде 2 баласы бар екен. Білгендер о қоңышы өлдіргенін, сразу милиция келген, сандығын ашып, қанлық баларын шығарған, и онда 15 жылға қападылар өзбегін. Өзбек бек яман етті, сон бір ерге бақайы түрмеге свиданиялы, сон ауыр-аяғы келе. Екінші ерге жөнетелер өзбегін, екінші ерде де балалы болады. Бапақа 2 бала тапты ақайындан. 3 баласы бар еді, түрмеге кетмеді бүгін. Насрединоваға барған, менің 5 балам бар. Ақайым түрмеден шығарыңыз, мен 5 баланы бақалмайман деген. 15 жылға қапалған кіші
10 жылда ма, 12 жылда ма освободить еттілер. Келеді, мінеді мердівенден, бітті екі татарыны өлдіремен, бітті екі татарыны өлдіремен, сояман бақырайды. А сон айды тыншыған сон, мен үшке кетсем, анам қалтырап отыра еді. Қорқа еді. Іштен келгенімше ұйқысы келмейді. Қайтып келер екен деп. Айды dayandı тер анама. 81 жыл анам өлді. Айтты, қалмаңыз оларының ішінде, көчіңіз, балан армиядан келгенімен көчіңіз деді да. Өзбекистанда ненен оғыраштыңыз? Оқып болдыңыз ма? Чүнке айталар оқыма білі чари оқыды о вақытлары. Асы бала, екі ағам даже біреуі 2 класс бітірдім, жоқ ма? О біреуі совсем адын yazма білмейді. Мектеп баяқ шық. Башқа көйде, а біз башқа көйде. Сон Өзбекистанда нерде ішледіңіз, насыл өміріңіз кечті? Өзбекстанда ауыштардылар біздің детдомдан Пизоға, а Пизода 5 жылға да болдым. Ішледік пиш немеге. Чулочно-прядельный комбинат. А чулочно-прядельный комбинат біздіңкі прядельный цех еді. Жіп ішлегеділік. Жіп ішлеу немесінде. Мен онда тап 51-де кеттім ондан. Көп жыл ішледім онда. Сіздің бір оғлыңыз бар, Не вақыт сіз Өзбекистандан көчтіңіз ве қайда барып шықтыңыз? Ве көчмегінің себебі не oldu? Қағымға прописка етмеділер. Кеттік Генический шәріне. Геническ. Бұл қаш сенесі еді? 81 жыл. Демек, Геническ, Новоалексеевка о тарафларда çok bizim vatandaşlarımız var, çok Kırım Tatarları var. Demek olar hepsi kim Kırım'a 70 seneleri, 80 seneleri kırıp olamadılar, anda kaldılar. Öyle mi? Оларын 4 kere қуғанлар Қырымдан. Өзбекстанға. И специально поезд заказывать етелер. И алып кетіп, 2 семьяны ташлағанлар Новоалексеевкаға. Ярым кечеде. 15 солдатым. Олар бошатқанда өзлері кеткен. Сон кішілер сорайды. Сіз қайдан келдіңіз? Біз шай бүтін кече жүрдік. Қайда алып кеткенлерін білмедік. Енді кетек Новоалексеевка екен деп. Не үшін сіздің солдатлар алып келе десе, олар айтқан, біздің істемеділер Қырымда. Оның үшін ашық жерге ташладылар. Ашық жерге ташлап кетелер 2 семьяны. Үй жоқ, кіші жоқ. Орыслар керін аш су бере екенлер, чайым угощать ете екенлер. И шайтып қалқ керін шық. Енді танышқан сон, яваш кірелерді. Новоалексеевка қалаларда 2 семья. Сіз Геническте 81 сенесінден яшадыңыз, doğru mu? Yaşayışınız nasıl geçti anda? Yerli halk Kırım Tatarlarına nasıl baktı? O yakta bir gün
Шем Өзбекстан бияғыды тынч еді қайтам. Өзбекстанда айтамын да бізге дұшман сойы Рас келді. қоңышы болды. О қоңышы болғаныман біздің істемей еді да. Татарларын бітті екідан өлдіремен деп. Өзінің 3 санелі алдына арқа үшеуі өлген. 3 оғлына жанып, апақайы да өлген. Келген кісілер айтайды. Бізге еткенің өзінден көрді. Генетически прописка берілдім татарларға, яда бермеге істемейділерім? Істемейділер бермеге. Қоңышымыз, қоңышы деп, ала жақ еуін кішісі, 2 қызы Симферопольде екен, өзі де ауыра екен. Соны айтқан, таш саттырмайсыз татарға, мен Чінгене кесе де мен сатарман, кім кесе оға сатажақман деген. Мен енді өлежек, мен 2 қызым мен қалажақ Симферопольде. Сон не бізге рас келді 5 январь еді ма. О Қырымға кетті, біз бияққа қалдық. Демек 81 сенесінден башлап, сіз енді Геническте яшадыңыз. Балаларыңыз яда өзіңіз Қырым ачылғандан сон 90-жы жыллары Қырымға бардыңыз ма? Барған едік, но... Сүргінліктен сон бірінші кере өз ана юртыны топырақларыңызын не вақыт көріп болдыңыз? Бара едік, яшаған ерімізге қаратма еділер. Бізіне ваша дома нет, у нас все новые дома, и бізіне айда еділер. Нечего смотреть. Өзіні көйне просто таныш болғаныға қарасан қуа еділер. Демек сіз Қырымын өз көйіңізні бақмаға келгенде сізні бақтырмайып қуа еділер? Қуа еділер. Нечего тут смотреть. Ваша ничего нет еділер. Сізді оларға айтмаған едіңізім, біздің евлерімізге келіп қондыңыз да, не бізге өлі айтасыз деп? Ой, біздің евлерін жақтылар, қайтып айтайым оларға. Бек көп көйлерін жаққанлар о уақыт. Білгеніме көре Ташқора көйіні шынды жоқ, оны жоқ еткенлер, яққанлар ма, не олған сіз білесіз ма көйіңізден? Білемен. Жақтылар қойдым. Немселер яда руслар? Кім жаққанын білмеймен. Ама демек сіз қайтқанда енді евлеріңіз жоқ еді? Жана еді. 3 көзде қарап тұра едік. Көйіміз жана. Кім жаға алла біле. Анам шилерін амаға барыса қыраныңмен алай жанған. 17-сіне жанған болса, 18-сіне еуден сәтем Қырымдан шығардылар да. Асылда Өзбекистанда айталар бөле біздің динімізні күтмеге бермеділер дейлер, сүннет япмаға, никах қылдырмаға бермеділер. Не может. Ақылыңызда бар ма өлі? Не может быть, көзім. Оларда мүсілман, оларға ондайын шыйын етеділер. Анаңыз демек Құран оқиды? Шайна оқып, бүтіннің оқымай еді. Алай керекшілерін оқып, полны Құран оқымай еді. 90-жы сенелерден Қырым ачылғандан сон Қырымға барып, анда яшамаға ниетіңіз бар едім, істегіңіз бар едім? Баражақ едік, ама болмадық біздім. Бүтінлей прописка жоқ. Анау кітапта айтады, 4 кере Қырымдан қуып шығарғанлар кішілерін. Тап ерінмей
Новоалексеевка алып кетіп төккенлер. Жоқ, мен айтам 90 сенелерінден соң не вақыт Қырым açıldı. Халқымыз Өзбекистандан башлады қайтмаға Қырымға. Сізді геническтен Қырымға барып андай yaşamaға істедіңіз ме? Көчмеге геническтен Қырымға. Қырымға көчежек едік. Бардық немеге Симферопольге жақын жерден участка береділер. Сон Ситмер и Ваид екеулесіп оны кадетсі участка алдылар. Участка алды, таш келе, құм келе, цемент келе, біреуін кладовкасына саламыз. 10 тонна чуал неме, цемент. Біреу айта бір қоп алдым дей, 2 қоп қалдым дей. Анау біздің ұсталарға жетмей. Демек қорылып олмадыңыз? Бір яқтан біреулер ташын қарсылай, біреу тола қарсылай, біреуі 8 дәне стропиланы алып кетіп сталар татарларға бергенді, строить еткен сойларына. Біздің үш болмағанда бұлар да яшайжақ деп ойламайлар. Ресми бита, демек соңғы вақытлары сіз геническте яшағансыз, амма шынды біз Днепр шеріндеміз, ве мындасыз яшайсыз. Геническтен Днепроге насыл көчтіңіз сіз? Геническте көп яшадық. Сон Днепроде торным яшайды. А бірден қызымыз немеге Америкаға кетті. Америкада яшай. Торным. Дилавер, ялла кетейік. Днепроге деді. Раз анасы согласна, алаймыз топтан ауша қойдық бұяққа да. Демек, оғлыңыз, сіз, торныңыз шынды бері-бер Днепроде яшайсыз. Асылда мұнда біздің халық чоқым, йоқым, барым? Отыз қорантан не қадар яшайд халық. Ну, ұзақ бізден. Ресми бита, шынды қорантаныз насыл яшай? Шынды қорантанымыз яқшы яшай қыздым. Вот бірдәне торыным апайчы қалды яқында. Қайырлы болсын. Сау болыңыз. Келініңіз қайдан? Қырымданым? Қырымдан. Машалла. Торныңыз айты, сіз Түркияге де ратланмаға барғансыз, Анда нелер көрдіңіз? Алып жүреді қызым. Турцияға, Египет. Мысыр. Египет. Самолетта ішеміз, барамыз, анда-мында. А потом қайда сетеңіз, онда алып кетеді анау. Путешествие. Ішчілер. И бір сойгері жүгінмаға дейміз, жүгінамыз дегенмен. Білмесен де жалдама. Неме алды, круг алды. Балықшыларын көрсете. Корабльге шығаралар. Корабльдің түбінен қарасан, балықшылар цветные, толы. Вай, бекте ділбер ерлер көрдік көзін. Парашюттен де ұчтыңыз, Парашютмен да ұчтық. Екінші теперім ұчтық. Еккері ұчтым парашютте. Қорқмадыңыздың парашютнен ұчмаға? Жоқ. Машалла сізге. Дилавер бар, не қорқаймын. Сіз кебе адамлар өмірінде чоқ ши көрген, женкінде көрген, сүргінлікінде көрген, халқымызға насыл тәвсиелер берер едіңіз, не тілер едіңіз халқымызға? Аллам яқшылық берсін. Біз инкіндер көрмесін балаларым.
Allah'ım sağlık versin, amanlık versin kızım. Tınç yaşamak kısmet etsin, kayda bolsanız da. Biz görgenimiz siz görmeniz. Çok sağ olunuz resmi bitap. Böyle tacipli sizinle konuştuk. Bugün Allah sizge uzun ömür, sabır, sağlık versin. Saygılı teleseyirciler, hatırlatam, bugünkü növbetteki misafirimiz resmi Abdullayeva bulundu ve Takdir Yolları programması bugün Dnepr şehrinde bulunduk. Eyliklerde görüşeyik. Tarihini yaşattırgan insandır. Öz tarihini bilmegenlerinin geleceği de acınılıklıdır. Halkımızın tarihini yok etmege, değiştirmege, silmege istegenlerinin sayısı çoktur. Ama böyle hartlarımız yaşaganda o vakıyalarını görgen, olarga şahat olganları ise bu meseleni doğurta bile. Allah Teala olarga uzun ömür, sağlık, sabır versin. Biz ise öz tarihimizni bilip, öğrenip, gelecek nesillerimizge öğretmege mutlaka mecburmuz.